Енді осы видеода сіздерге верификация қалай жасайтынын көрсететін боламын. Faberlic.com сайтқа кіріп, личный кабинетке өзіңіздің смс-сообщениеден келген мана индивидуальный регистрационный номер дейді, соны тересіз и парольді тересіз. Содан кейін войти деп басасыз. Міне регистрация кабинетіңізге кірдіңіз. Осындай сосын не шығады? Всплывающий окошко шығады. Видите код из смс деген. Ол жерге келген код подтверждение енгізесіз. Так, 33. Так, подтвердить телефонды басасыз сосын. Мына жерде. Ал телефон подтвержден. Одан кейін мына жерде адамның басына басасыз. Мына жерде қазір көрсетіп жіберейін. Осы жерде. Сосын мына жерде осындай личный кабинеттің әртүрлі недері шығады. Қазір біз личный данные жерге кіреміз. Мына жерге басамыз. Личный данные. Так, енді осы жерден біз өзіміздің верификация жасаймыз осы жерден. Так, осы жерден верификация жасағанда біз деген фото деген жерге кіреміз. Фото деген. Так, фото. Ой, фото емес, шатасып жатырмын. Так, документы жерге кіреміз. Документіға кіреміз. Документіға міне бастық. Осындай болып шығады. Содан кейін осы жерге мына жерге добавить документ деп басуға болады, или же сразу же мына жерге ин Қазақстаны деп басуға болады. Ин Қазақстаны басқанда уже ол жерде регистрация номер дайын тұрады. Тек қана фотоны қосу керек. Содан кейін изменить фото. Так, изменить фото деген осы жерге басамыз. Так, файлы. Сосын мен мана дайындап қойған удостоверениені енгіземіз. Удостоверение енгіземіз. Қазір оны тауып алу керекпіз. Так, қазір картинкаға қайтадан барайық. Так. Қайда кетіп қалды? Вот. Мына жерде міне. Фотоны бастық, таңдадық. Енді сохранить деп басамыз. Сохранить деп бастық. Вот, запись прошла успешно деп шығады. Біз уже верификация өттік, енді заказ беруге болады. Егер де сіз осы верификация жасамасаңыз, то есть удостоверение енгізбейтін болсаңыз, заказ бере алмайсыздар.